Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздерге өте тойымды, әртүрлі дәрумендерге бай, жұмыртқа және авокадодан дайындалатын таңғы ас рецептімен бөлісемін. Ең алдымен жуылған авокадоны екіге бөліп, дәнегін аламыз. Келесі мінекей осылай қасықпен авокадоның жұмсағын алып, оны бір ыдысқа саламыз. Енді осыны видеода көрсетілгендей шанышқымен жақсылап езіп аламыз. Авокадоның дәмі шығуы үшін оны міндетті түрде тұздап араластырамыз. Ал қазір кішігірім қазанға су құйып, оны қайнатамыз. Су қайнағанша 2 жұмыртқаны тұздалған суда жақсылап жуып аламыз. Енді жуылған жұмыртқаны бөлек кесеге жарамыз. Мінекей су қайнап бастады. Енді астын ең баяуға қойып, суға уксус қосамыз. Сол кезде яйцо пашот домалақ, ақуызы жан-жаққа ұшып кетпей әдемі болып піседі. Мен 1,8 литр суға 6% алма уксусынан 3 ас қасық қостым. Енді мінекей осылай араластырып тұрамыз. Судың бетіндегі көпіршіктер кете бастаған кезде қазанның тура ортасынан қасықпен воронка жасаймыз. Мінекей осылай видеода көрсетілгендей воронканы тура ортасынан қасықпен жасаймыз. Мінекей осылай араластыра тұрып, жұмыртқаны осы воронкаға құямыз. Енді осылай 3 минут ең баяу отта пісіреміз. Дайын жұмыртқаны уксустың дәмі болмауы үшін салқын суға 20-30 секундқа салып қоямыз. Енді кез келген нан аламыз. Мен мінекей осындай кәдімгі нанды майсыз табада кішкене қызартып алдым. Және осы нанға жаңағы авокадодан жасалған пастаны жағып шығамыз. Соңында үстіне яйцо пашотты қойып, кішкене паприка сеуіп шығамыз. Бұл өте тойымды және пайдалы таңғы астардың бірі. Достар, рецепт сіздерге ұнаған болса, міндетті түрде лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер, және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркеліңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.